Ассалаумағалейкум, Шежіре медиа каналының көрермендері, тұрақты көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз қазіргі қоғамда белең алып жатқан тақырыптардың бірі. Дүмше молда ел бұзар дейді. Оны біздің қазақ халқымыз молданың қандай да бір жаман әрекеттерін көрсе, қандай да бір өтірік теріс фәтуа бергенін көрсе ғана айтатын болған. Ал балаға, кішкентай сәбиге бата бергені болсын, әр жетістігі үшін, сәбидің жетістігі үшін молда бол деп бата беретін болған. Ал молда дегенге біздің көзқарасымыз қандай? Бұрынғы молда қандай болған? Бұрынғы молданың қызметі қандай болған? Қазіргі молданың қызметі қандай? Жәңгір ханның кезіндегі, одан әрі бармай-ақ қоялық, Жәңгір ханның кезіндегі метіркеге тіркеп отыратын указной молда барлығын жаңағы молдалар қызмет атқаратын болған. Ол турасында мен емес, бүгінгі қонағымыз арнайы өзіміздің Шежіре медианың мүшесі Мұратбек Қажы ағамыз. Асан мешітінің бас имамы. Қош келдіңіз аға. Қош вақты. Енді молда тақырыбында, қазіргі молда. Енді молданың беделін түсіру осы Қызыл империя кездерінде үлкен белең алды. Молда мен байды қойша сабап, молда мен байды сабап, қойша айда деген бе, құл деген бе, сондай ұрандар болды. Соның сақыншақтары қазір тәңіршілдік дегенде сол кездегі өте үлкен жобалар қайтадан қайталанып келіп жатқан жоба болып жатыр қазіргі уақытта да. Молданы жаңағы оның алдыңғы айтылатын мысалы методика сияқты әдістемелерде пайдаланылған сөздерді жамандыққа бұрмалап алған. Мысалға барлығы оқитын бала молдаға барып оқиды ғой енді. Қайбір 3 алыбымызды, 5 арысымызды қарасақ та, Алаш ордашыларды қарасақ та, қай-қайсысы ең алғашқы білімді ауыл молдасына алған ғой енді. Сол халыққа білім берген, халықтың көзіне ашқан, білімдерімен сусындатқан алғашқы ұстаздары ауылдың молдалары, қай-қайсы ағартушы ғалымдарымыздың да атақты қазақтың бетке ұстар азаматтарымыздың барлығында. Тарихты алып қарасақ, енді мысалға Абай атамызды айтады, молданың арзанын таңдап балаңнан білімді қызғандың ба, ондай қымбат дүние жоқ қой, білімге жететін деп. Одан аямауын қажет, баланың инвестициясынан ақшаны аямау қажет екенін Абай атамыз айтып кеткен ғой енді. Өлеңі бар енді, осындай ұмытып қалып тұрмын. Сондай молдаға баласын оқуға беріп жатқан көршісін көріп, көршінің баласымен ойнайды ғой енді бірге. Мына бір кісінің баласы да мен де оқуға барам, мен де молдаға оқимын деп жасы кіші болса да қалмапты. Ондай көп енді. Бір жас үлкен ағасымен бірге барып оқып кеткен, көршінің баласымен оқып кеткен қазіргі замандарда да көп негізі. Осы біздердің замандарымызда көп болды сондай оқу. 5 жасынан 6 жастағы, 7 жастағы балалармен оқып кетеді қалмай. Үйдің кенжелері, еркелері солай болады көбінесе. Оқимын деп үйге сыймай жаңағы көршінің баласына ілесіп оқуға кетіп қалған екен. Ол кезде жұмалық деп жұма сайын ақша төлейді. Жаңа тамағы бар, оқуы бар, молданың үйінде жатып, медресесін жатып оқитын баласына өзінің жақсы көретін, сүйіп жұманың уағызын тыңдайтын молдаға береді көбі баласында. Азын шоғын қашықтығына қарамай сол жерге баруға тырысады. Жан жақтың бәрі мешіт қой енді. Сонда баласына бір аптадан кейін барып жұмалығын төлеп, қалай оқып жатсың десе, жақсы керемет оқып жатырмын дейді. Әкесінен молдасынан сұрайды, жаңағы ұстазынан, молдадан, балам қалай оқып жатыр деп. Ой, балаңыз деген керемет, ынтасы күшті дейді ғой. 2 аптадан кейін барса, баласы айтады дейді, әке үйге қайтам, мен алып қайтшы деп. Ойбай, сен деген келесі жыл оқисың дегенде үйге сыймай осы, оқимын деп келдің, кеше бір апта бұрын келген жақсы оқып жатыр деді. Не болып қалды сол 2 арада десе, жоқ, оқымаймын, қайтам, оқығым келмейді деп айтады екен. Содан өзінің жақсы көретін молдасына келіп, баласын оқуға берген ұстазына келіп,
молдеке не болып қалды мына 2 аптаның ішінде. Балам оқимын деп үйге сыймай келіп еді. Сонша ынтасы бар еді. Енді оқымаймын деп тұр ғой, үйге қайтам деп тұр ғой деп. Сол кезде балаңыз менің айтқан тапсырмамды орындамады. Мен оған өзіне лайықтап әліппені берсем, ол деген ана 10 жылдан бері оқып жатқан, 5 жылдан бері оқып жатқан шәкірттерімнің кітаптарына жармасты. Саған 5 уақыт намаз оқығаның жетеді десем, ол түнгі тахажжуд намаздарын тұрып кетті. Сөйтіп қанаты қайырылып қалды. Бірден салмақ салып алды. Оған жайлап қосуым қажет мен. Мен тапсырма беріп отырам. Күнделікті жайлап қосса, соның барлығын ол меңгереді. Ол оған кәдімгі тұрақты, қонымды болып, оны игеріп алып кетеді осы білімнің барлығын. Ол деген асықты. Асыққан шайтанның ісі дейді. Енді оның үстіне жаңағыдай мысалға үлкен салмақты көтеретін штангистер бірден ол салмақты көтерген жоқ қой. Жеңіл салмақтан бастады, күнделікті дайындықпен сондайға жетті. Өзінің салмағынан бірнеше есе ауыр салмақтарды көтереді. Ол бірден келетін нәрсе. Бірден жылдам келген нәрсе жылдам кетеді. Асықпаған дұрыс. Және ұстазы жоқтың ұстаз шайтан дегендей, ұстаздың көп жылға тәжірибесімен меңгерген ілімінің арқасында қонатын зат. Білім деген инемен құдық қазғандай деп не үшін айтты дейсің бабаларымыз. Ол қапелімде көрінбейтін де нәрсе, білімнің жемісін көру деген ұзақ жылдар талап етеді. Сөйтіп 2 аптада қанаты қайырылып, әкесімен бірге үйіне қайтыпты. Сонда әкесі баласына: «Әй балам, молданың істеген істемей, айтқан істемейсің ба?» деп. Сол кезде әдіснама болған сондай. Енді бәрі молда оқиды. Молданың істеген істеме, айтқан істе деп. Айтқан тапсырмасын орында. Істеген істелмейсің сен деген. Түнгі уақытта, түннің қақ ортасында тұрып намаз оқу 2 апта болған балаға өте ауыр ғой. Ол оған еліктеп тұр, құмартып тұр. Бірақ та бірден салмақ салуға болмайды. Мінекей осындай керемет бүкіл қазақ халқы молда оқып отқан замандағы әдіснаманы, методиканы былайша айтқанда жамандыққа пайдаланып тұр. Молданың істеген істеме, айтқан істе деген. Молданың уағыздағы әңгіме, қағаздағы әңгіме, ол жайына қалады, айтатын тек айтады, бірақ басқасы бәрі басқаша деп жамандыққа пайдаланып тұр. Істегеннің ісінің бәрі жаман деп. Кеңес үкіметінің кезінде молдадан айыру қажет болды. Қазіргі уақытта да теріс ағымдар ең бірінші ата-анасынан үзеді. Әл-бара деген сияқты, мысалы, Алла разы болсын жақсы көру, Алла разы болсын жек көру. Алла разы болсын 5 уақыт намаз оқитын ата-анаң жақсы көрін керек. Алла разы болсын 5 уақыт намаз оқымайтын ата-анаң жек көрін керек. Алла разы болады сонда саған деген сияқты нәрселерді үйретеді ғой. Неге? Өйткені ата-ана оны сектадан шығарып алуы мүмкін. Анасы ақ сүтімді кешпеймін деп жүрегінен шығарып бір жылы қатты бір сөзін айтса, шын жүректен, баласының жүрегі жібіп кетуі мүмкін. Қанша дегенмен сол ананың ақ сүтін еміп, түне құсын төрт болып баққан, асыраған анасы ғой. Әкесі мен анасының сөзіне кетіп қалуы мүмкін. Сосын туған ағасы, інісі, бауырларымен жіпті үзсе, содан кейін барып имаммен үзсе, имам білімі арқылы оның қатесін бетіне соқырға таяқты ұстатқандай етіп түсіндіріп, көзіне көрсетіп, ана жолдан шығарып алып кетуі мүмкін. Қаншама адамдар сөйтіп имамдар теріс жолдан дұрыс жолға салып жатыр енді. Осы қазір үлкен топтар бар, группалар, WhatsApp группасымен үлкен жұмыстар жасап жатыр, қайырымдылықтар жасап жатыр. Сол теріс ағымдарда болған адамдар бар көпшілігі. Өздерінің бір группалар бар, жаңағы орысша сөйлейтін нелердің де сондай группалар бар. Орысша кітап көп болды, қазақша кітап жоқ болды. Көп ойлайды, мына ислам дініне оқу үшін қазақша білу керек міндетті түрде, орысша білетін кісіге ондай жоқ деп. қазақша бір кітап болса, орысша 10 кітап, арабша 100 кітап болады ғой. Сол біздерден 10 есе көп олардың кітабы орысшада. Бірақ
теріс ағымдарға бұрмалап жазылып кеткен мына жерде. Дүкендер оптима деген да сондай нелерде сатып таратып жатты емін еркін. Біздің мемлекетіміз қолға алмаған кезеңдерде 2004 жылдарда сол байқап едім. Осы барлығы да молдамен байланысты үзу арқылы өзінің жұмысқа теріс пиғылды істерін, әрекеттерін жүзеге асырады ғой. Молданы жамандап, молданы былай қарай шетке сырып қойып, ешкім тыңдамайтын болса, молданы тыңдамайтын болса, рахат қой анау. 5-6 жастағы баланы алдағандай етіп, діни білім енді өзі жаңа келіп жатқан нәрсе. 30 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға дейді, оның енді бір 15 жыл есіміз жия алмай шатқаяқтап жүрдік. Сонымен бер жағындағы бір азғантай уақытта тәжірибе де жоқ, еш нәрсе де жоқ кезеңдерде тап болып жатық қой. Дін саласында тек бәріміз білгіш болып сөйлегенмен, нақты білетін адам өте азғантай болып жатырмыз ғой. Қазіргі кейбір қарттардың айтып жүргені бар ғой, кейбір үлкендердің. Біздің кезімізде молдалар жақсы еді. Біздің кезімізде молдалар жақсы еді. Біздің кезімізде молдалар арағын ішеді, ешкімге зиянын тигізбейді, намазын оқиды. Келіп садақаға Құдай асқа шақырсаңыз, Құранын оқып береді, ертесі күні арағын ішіп, ешкімге зиян тигізбей жүреді. Сондықтан да молданың айтқанын істеген істеме деу, ол тап солай түсініп алғанда, күнәһар молданың. Енді бұрынғы молдалардың қазіргі молдаларда артық болғаны бір жағынан рас та. Өйткені оның алдында ислам білімін меңгерген молдалардың білім алуы ол тоқтаған жоқ қой. Жалғасып келе жатты. Мысалы, араб жазуларын мысалы 12-ші ғасырларда, 12 ғасыр бұрын 9-шы, 10-шы ғасырларда, 10-шы ғасырда енді әбден жақсы етіп меңгерді Қараханеттер дәуірінде қазақ халқы. Содан бері қарай осы 1917 жылға шейін, 1929 жылға шейін сол араб әрпімен оқып жазып келдік. Барлығы солай сауатты болды. Молдаларым солардың бәрін оқытып отқан адамдар. Ол діни білімді адамдар көп болған кезде солардың ішіне суырылып шыққан, оларға сабақ беретіндей ұстаз бен шәкірттің арасында деңгейі бар адамдар шығады ғой. Қазіргі уақытта енді дінімізді меңгеріп жатқан адамдар аз болғандықтан білімді молдаларда аздау болады. Бірақ енді 9 медресе, ресми түрде 9 медресе ашып, мемлекеттік жаңағы білім министрлігіне тіркелген, Нұр-Мубарак университетін ашып, одан басқа жаңағы Сығанақ атындағы институт ашып, сөйтіп Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына осындай білім ошақтарын орналастырып қойды. Бүкіл өңірлерге, мысалы, батыс өңірінің өзінде Ақтөбеде бір медресе, Оралда бір медресе, екеуі де білім министрлігінен тіркелген медресе колледж деп диплом беретін. Жоқ, негізі молда деген сөздің де мағынасы универсаль емес пе негізінде. Қазіргі молдалар тек дін саласын ғана зерттеп соны оқып білгендер емес. Мысалы айтады ғой, бұрынғы молда жаңағы 10-нан астам жаңағы ілім меңгерген. Мысалға медицина саласының өзі, Құран, ақида, фих, шариғат, сира, қиссаларды ол былай тұрсын, адами жаратылыс тарихы былай тұрсын, одан бөлек медицина саласы, сосын 5 түрлі логика, адами логика, ғалами логика, ислами логика, рухи логика дейді, ладуни логика дейді. Сондай логикаларға дейін білген математика, арифметика, геометрия, физика, химия, алхимия, содан сабақ берген, бүкіл жан-жақты болған деп солай дейді ғой, да? Негізі молда деген сөздің мағынасы қандай? Мағынасы да сондай емес пе? Молда деген енді Алланың елшісі Расулуллах болса, одан төменгілері нәби болса, сол мағыналас іспетте Алланың бір өкілі деген сияқты, Мәулана деген сөздердің айтылуы жағынан сол төбірі бір деп айтылады. Мәулана мен молла деген. Бір жерден көрген парсы тілінде үйретуші, дінді үйретуші, білгір деп келтірілген. Арабша әл-молла деп келтірілген екен. Енді
еш нәрсе жоқ қой енді ол кезде. Молданың білімінде молдадан басқа ешкім жоқ қой енді қазір. Қазіргі математиканың өз алдына бір математик, жаңағы физиканың өз алдына бір физик болып отыр. Молда деген тек бір діни рәсімдерді атқаратын адам сияқты болып қалып отыр бұл жерде. Ол замандарда молдадан басқа білімді адам жоқ қой. Барлығы медицина саласында да молдаға жүгінеді, емделеді. Фатхул Малик деген жаңағы қазіргі дәрігерлердің анықтама справочник кітаптары Фатхул Малик деген ашып қарайды да, мына ауруға мынандай ем, мына ауруға мынандай ем деп жазылып тұрған бойынша молда оған ем жазып береді. Ол анадай дәрі дайындайтын кісіге аптекадан алған сияқты болып, содан алып емделеді. Дәрігердің жазып берген рецептісін молда жазып береді деген сияқты. Ол кезде меңгеріп тұр молдагерлер. Және мысалы мен өзімнің ауылымда балаларды оқытуға хабарландыру жасадым. Хабарландыру жазып өлегенде жоқ қойдым. Бір екі-үш кісіден айтып жүрдім. Сөйтіп тарады да екі қатар парта қойып, шәкірттер жинап сабақ беріп жүрдім. Ауданның орталығына барсаң, ана кісі баласын домбыраның кружогына береді. Ана кісі футбол, ана кісі баскетбол, ана кісі волейбол. Сондай үйірмелерде болады да, келе алмайды жаңа. Еш нәрсе жоқ жердің балалары, кішкентай ауыл болса да, екі қатар парта қойып, класс жасап, мен сабақ беріп жүрдім. Ай жарымдай болғанда ауданға шақырып, ауданға ауысып кеттім. Сол кезде ойлаймын ғой енді, мен бір жақсы ұстаз да емеспін, бірақ маған соншама балаларын беріп жатқанында бір жағынан жазғы каникулдың кезі, бір жағынан басқа еш нәрсе жоқ. Ол тек бір мысал ғана. Ол кезде енді еш нәрсе жоқ қой енді. Білімді адам жоқ қой, молдадан басқа. Бір ауылда бір молда болса, бәрі соның аузына қарап отырған. Не айтса соны істейді ғой. Кезіндегі мысалға Ибн Сина, медит, енді жәрдемші да. Сина, солар, алгебрадан шыққан төбері Ал-Жабір, Ал-Хорезми кезінде мықты молдалар болған болып тұр ғой деймін да. Нағыз молдалар. Бүкіл саланы меңгерген, ғылымды меңгерген. Қазірда мысалы балалар келең 5 оқитын балаларды басқа оқуларға бергісі келеді әке-шешесі. Баяғы қу дүниенің сол ақша тапсын, бай болсын деген, рухани бай болсын емес, жаңағыдай материалдық бай болсын деген сондай оқуларға береді. Мысалы Бауыржан Әлиұлы деген бізде ұстазымыз болды, 3 жыл Оралда, 2 жыл облыстың бас имамы болды. Сол кісі Шудың гимназиясын алтын медалға бітірген кезде әкесі, ой, оқуың бітті ма, енді медресеге жалғастырасың дегенде барлығы көздері шарасына шығып кете жаздап, обал жасадыңыз ғой мына балаңызға, обал жасадыңыз ғой. Бұл деген кәдімгі үлкен ұстаз болатын адамды, бәрі ұстаз болды. Ол бір мектепте, бір гимназияда, бір университетте сабақ берсе де, бүкіл Қазақстан ол кісіні танымауы мүмкін еді. Сол жап-жас кезінде қайтыс болып кетті, өкінішке орай, 40 жасқа толар-толмаста. Бірақ та ол кісіні қазір осы әліпті таяқ деп таныған, немесе тіпті әліпті таяқ деп танымайтын, араб әліппесін танымайтын кісі болса да, жалпы намаз оқитын болса, діни намаз оқымаса да, діни көзқарасы дұрыс адам болатын болса, айту, ислам дінін ұстанам, мұсылманмын дейтін адам болса, таниды деп ойлаймын мен Бауыржан Әлиұлын. Ол кісі жан-жақты болды өте. Қазақтың ұлттық нақышты әңгімелерінде, ертедегі ескінің әңгімелерінде, шариғи білімдерді барлығын толық меңгерген бір керемет адам болды. Ойлаймында деген кітабында біраз кәдімгі ой толғау жазады ғой. Жақсы да, жағымды да оқып отырып. Негізінде ойында жүрген Әзіл қалжыңға керемет. Ол кісімен сөйлескенде, саған тоқтап, амандасып, көңіл бөлгенде, бұл кісімен мен дос екем ғой, бұл кісінің досы мен екем ғой деп ойлайсың. Бұл кісінің досы мен екем ғой деп ойлайсың. Мені сыйлайды бұл кісі. Нем бар екен менің сыйлайтындай соншама. Осындай үлкен ғалым адам бізді тоқтап, уақытын бөліп, қаншама сағатта уақыттарын бөліп, әңгімелесіп, бірге шай ішіп отырып қалған кездеріміз болды. Сонда
барлық адамға бүйтетін уақыт жоқ шығар енді. Мені құрметтеп жақсы көріп тұр ғой деп риза боласың. Бірақ басқа кісілерге де солай екен, соңынан байқасақ. Ол кісі әрбір адамға сондай мән беріп. Демек, бәріне солай қарайды екен ғой деп па? Соңынан біліп жатырмын соны. Бұл жақсы, ерекше жақсы адам енді. Сол кісі мысалы Шудың әңгімеміздің шығып жатқан жері, Шудың гимназиясын алтын белгіге бітірген кезде әкесі медресеге берген ғой. Діни салаға. Сондай болуымыз керек. Сондай тегі, жаңағы зейіні бәрі мықты балалар алғашқы баспалдақтан бастап осы салаға келетін болса, енді бізде қолдан соққан молдалар болашақта оларға орындарымызды босатып беріп, мына Бразилияда футбол ең не ғой? Популярный дейді ғой орысша. Футбол болғасын ол жерден шыға береді да. Ана жақта Рональдо, жақта Роберто Карлос деген сияқты недегі енді Римнің несі елді басқарып отқан адамдары, Милан, не деп Реалдағы, Мадридтің, Испанияның королевасы, ағылшындардың королевасы деген нетіп жатыр ғой. Қолдарына жалақы төлеп, тіпті әлемде жоқ жалақыны нетіп, былай да көтермей жатыр, рухани жағынан да, елдің арасындағы ықылас жағынан да ең бір ықылас халықтың ауып тұрған адамдар сол артистер мен футболшылар сияқты ғой енді, боксшылар. Сол елден дамиды. Кубада боксшы болсаң, ол ең жоғары сияқты. Сөйтіп бізде де имамдық деңгей басқа салалардан гөрі жоғары. Молда болған балам молда деп, балам имам деп ата-анасы мақтанатындай деңгейге көтерілсек, бірақ негізі бұрында бата берген үлкендеріміз енді молда бол деп берді ғой. Сол деңгейге әлі жетілмей жатырмыз ғой. Сондай деңгейге көтерілсе, мысалы Қызылорда облыстарында, оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарында, Алматы облыстарында бұндай көзқарастар жақсы қалыптасқан. Біздерге айтып отырады, 3 дипломың бар екен, соншама жоғары білімдерді алып, диплом жинап, соншама білім алып тұрып, неге молда болсың сен? Бір мұғалім болып отыратын қабілетің жетеді ғой. Сен неге молда болсың дейді анау. Ей оқы дегенде оқып, кеңес үкіметінің кезінде тоқта дегенде тоқтап, уағыз насихат еш нәрсе жоқ. Жергілікті жердің басшылардың бағытымен солай етіп, енді совет үкіметінің кезінде сондай болды. Жақсы, елді ертіп кететіндей, елді ұйытатындай адамдарды қоймайды ғой енді ондай жерге. Жаңағыдай теріс оғаш қылықтар бар, жаңағыдай. Құспай ішсең арақ ішуге болады, мынау мас болып қалмасаң болады. Ешкімге зиян тигізбесең. Сөйтіп әңгімелер тарату керек деген тапсырма ғой бәрі. Неге біздің қазақ халқы түрлі сөйлейді? Диалекті бар бізде. Шымкент халқының сөзі басқаша, мына Қарағанды жақтың халқының сөзі басқаша, Батыс Қазақстан өлкесінің халқының сөзі басқаша. Бірақ ал о дүниеге барып келген кісі бар ма деген. Шала қазақша сөйлейтін адамдардың өзі тап осындай бір әрпін өзгертпей айтады. Ол жаққа барып келген кісі бар ма? Бәрі енді жаттанды. Ол оқылған, жаттатылған, оқылған, атеизм сабағы жүрген ғой. Құдайсыздар ұйымы болған. Сөйтіп осы кезге шейін жеткен. Қазірде сол құдайсыздардың кезіндегі сол белең алып көтерткен мәселелері қазірде айтылып жүр ғой. Кәдімгі адам өз ойынан шығарған сияқты айтады. О дүниеге барып келген кісі бар ма? Халыққа қызмет көрсету орталығына барамыз, құжаттардың шаруасы болатын болса. Одан әділет басқармасына таратылады. Бұрын халыққа қызмет көрсету де молдалар да қызмет атқарған да. Мысалы туу туралы куәлік, похоронный бюро дейді ғой, жаңағы дүниеден өткеннен кейінгі жаңағы тізімнен шығару куәлігі, некелесу куәлігі бұрын молдалар өткізген ба солардың бәрі? Көзімізге елестетейік. Қыстау дейді. Ауыл, қыстап тұратын ауыл. Жазда жайлауға киіз үймен немен көшетін болса, шалаштар болатын болса, жылыту жүйесі жоқ. Қыста ауылға жақындайды ғой барлығы. Үйлер тұрғын үйлер дейді.
бір ауылды көзімізге елестетсек, тұрғын үйлер, сосын болса мешіт. Қазір ауылда мәдениет үйі бар ма? Мектеп бар ма? Почта торабы бар ма? Жаңағы медпункт бар ма? Барлығы да бар ғой. Ол кезде жоқ. Үйлер тұр, тұрғын үй, сосын тек қана бір мешіт. Аналардың қызметін кім атқарады сонда? Бәрін сонда. Ауданда мысалы. Демек, сон дейміз, халыққа қызмет көрсетіп болған болып тұр ғой. Сіз мысалы біраз архивтерді ақтардыңыз ғой, Шағатай тілінде жазылған, енді молда деген, енді ертеректе парсы тілінде, араб тілінде, Шағатай тілінде, қазақ тілінде толық меңгеретін болған ғой да. Мысалы, сол кездердегі жазылған метіркелерді аштыңыз ғой біразын, ақтардыңыз ғой. Қандай нәрселер бар онда? Некелесу. Мешіттің имамы туралы, мешіттің қай уақыттан бастап жұмыс жасағаны жазылады. Мысалы, біздің руымыз Кете руы. Кете руының тұрған ауылы Бөкей ордасын 7-ге бөліп жүрген. 1859 жылы бірінші теңіз жағалау округі, екінші теңіз жағалау округі деп 1859 жылы бөлген болса, бір жылдан кейін 1860 жылы Тарғын қисымы деп Жәнібек, Нарын қисымы деп Ордадан Сүйіндікке шейінгі жерлер, Қалмақ қисымы деп Сайқыннан Сүйіндікке Азғарға шейінгі жерлер, соның бер жақтары, қазір Хоккейсор, Талап ауылдарының орындары. Нарын қисымы Ордадан Жаңғалаға шейін, Казталовкаға шейінгі жерлер, Қамыс-Самар қисымы Жаңғала ауданы, Ендер, Тайпақ, мына Құрманғазы ауданының жерлеріне шейінгі жерлер. Талып қисымы қазір Казталовка ауданының жерлері десек болады, Ресейдің кейбір жерлері. Тарғын қисымы Жәнібекпен, Паласовканың кейбір жерлері. Неге Тарғын қисымы деп аталды екен? Мысалы, мен тарихта бар еді, біздің Ағоба деген ауылда Тарылған деген жер бар, көл ғой. Сол Тарылғанда Ер Тарғын бар ғой, батыр. Ер Тарғын жараланып, сол Тарылғанның жағасында емделіп кеткен. Көптеген нұсқалары бар енді. Сол Тарғын қисымы 7 қисым. Соның екінші теңіз жағалау округінің 13-ші старшындығы, 13-ші ауыл, біздің ауылымыз, аталарымыздың ауыл, соның молдасы Жұбатырұлы Рахмет Қажы деген кісі. 1862 жылы туған кісі. Әкесі сол шамаларда, осы баласы дүниеге келетін шамаларда мешітті ашып, мешіттің молдасы, алғашқы молдасы Жұбатыр молда, Жабуұлы деген. Кетер оның Майлы тайпасының Саркемпір деген бөлімінен тарайды. Атасы Айдарлы, Сара деген татар кемпір болып, ұзақ жыл өмір сүріп, Саркемпірдің ауылы атанып кеткен ғой. Саркемпір ауылы сол жерден жаңағы Жамбыл деген бір кішілеу елді мекенде Ноғайбай деген жер үлкен ауқымды. Сол орталығы Борлы деген жерлердің, сол ауқымды Борлы деп атасам, мен жағында жаңағы Жамбыл деген жерде мешіт салған Жұбатыр молда. Сол кісінің мешітінің құжатында мешіт сол 1860-62 ма сол кездерде ашылды деп жазылған. Сол алғашқы имамы, имам Хатип, осы Жұбатыр Жабуұлы дейді жазады. Одан кейін оның орнына Рахметолла деген баласын указной молда жасайды. Үказ Қайнаға деп, менің әкемнің әжесі, менің арғы атамның кемпірі Айша деген, Айша Дошық қыз деген әжеміз Үказ Қайнаға деп айтады екен. Сол кісіні ма Рахметолла қажыны. Рахмет қажы дейді көбі. Рахмет, Нұрмағамбет, сіздердің ұстазыңыз болған Асылбек ұстаз. Оның әкесі Жанболат, оның әкесі Меңдеш. Меңдештің әкесі Наурыз болып жүрген. Наурыздың әкесі Нұрмағамбет. Нұрмағамбет, Бермағамбет, Рахмет, Сахид, Құлжарық, Күнжарық ба, сол 6 ағайынды кімнің Жұбатырдың 6 ұлы. Төртеуін 1918 жылы қатар қойып атып тастаған бір жер. Бір минуттың ішінде деп айтсақ болады. Қаншама ғылыми иелері. Қолдарымен жазған құжаттар қазір мен оның телефонның ішінде де толып тұр, телеграмда да. Сол кісі ауқымымен жазады мысалы. Мына ауылдың тұсынан осы ауылға шейінгі, мына жерден 7 шақырым, мына жерден 10 шақырым, мына жерден мына ауылға шейін 5 шақырым жерде осындай
территорияны, осындай ауылдарды, осындай рулардың бөлімдерін қамтыған жердің указной молдасы осы Рахметолла Жұбатырұлы. Азаншы Мырзасейіт Рахметоллаұлы деген өзінің ұлы деп. Осындай ұстаз бар деген сияқты муазин дейді, жаңа азаншыны. Сөйтіп кімдер қызмет етеді мешітте, осылардың барлығын тіркеліп жазылған. Сосын сол құжат осы кісінің қолында осындай жылдан бастап осылай тіркеліп тұр деп. 1840 жылдан 1845 жылы енді 11 тамызда Жәңгір хан қайтыс болды. Соған дейінгі уақыттарда Жәңгір хан бұйрық шығарып отқан. Указ шығарып, указ бойын молда етіп, указной молда дейді. Сондықтан бұларды заңды түрде бұйрығы бар молда. Қазір бұйрығы бар ма, жоқ па деп сұрайды. Біздерде мысалы бас муфтидің бұйрығымен тұрады. Бүкіл ауыл молдаларды, аудан имамдары, қала имамдары, облыстың имамдары бас муфтидің бұйрығымен тұрған молдаларды бұйрықпен тұрған заңды молда деген сияқты. Бұл кезде указной молда деп атаған. Бұлар халпеге бағынады. Халпелер ахуанға бағынады. Жергілікті жердің кішігірім муфтиі ахуан дейді. Сопылық салада ахуан дейді. Жаббар Хаматұлы деген Жабер Хаматұлы дейді. 1782 жылы туып, 1875 жылы 16 Саратанда деп құжатта, архивтің құжатында сөйтіп жазылған. 10 Саратанда деп құлыптасына жазылған. Қайтыс болды деп. Саратан қандай ай? Маусым, осы ай. Сондай ахуандарға бағынып, бәрі жүйемен болған, жүйемен түрде басқарылып, Уфада діни басқарма болады. Сол Уфадан кітапшалар келіп тұрады бұларға. Кітапшалардың былай таблица, үстінде нені жазады мына жерге? Туған балалар, дүниеге келген балалар туралы, қайтыс болған адамдар туралы, қайтыс болған адамдар хақында, туған балалар хақында, некелескендер хақында, ажырасқандар хақында деген сияқты басында тақырып бар. Одан кейін мынандай таблицамен айы, күні, айы, жылы, сосын әкесінің аты кім, баланың аты кім, музаккар муанас деп тұрады, ұл бала, қыз бала, сосын баланың аты кім, әкесінің аты кім, анасының аты кім, Рахмет қажы жаңа атасының аты кім, әжесінің аты кім деп бөлек қосымша қосып жүрген біздерге өте пайдалы болып тұр осынысы. Фамилиясы деген неге рудың тайпасын жазып жүріпті. Рахмет қажының бір артықшылықтары. Көптеген молдалардың енді аударып көрдік қой. Біраз таба алмай жүрген жеті атаның ішіндегі аталарды сөйтіп табуға болады екен ғой. 3 ата шыға қояды ғой, құлыптас сияқты. 3 ата шыға қояды. Ол кезде фамилиясына мысалға атасының аты жазылмайды, әкесінің аты жазыламады? Атасы деп әкесін, бабасы деп, қазіргіше атасын бабасы дейді де, әкесін атасы деп жазады. Сосын қайтыс болған кісілерде кішкене әрірек тағы бір 2 ата шығады ғой. Қайтыс болған адамның ата жазылады да, әкесінің аты, атасының аты дегенде. Менің 6-шы атамның, 5-ші атамның, 4-ші атамның жазуларын көрдім әзірге. Әлде де кездесер деп Мақырға дейін жазылады дейді ғой. Енді берген. Туған балалардың күні, айы, жылы шығады сол жерден. Қандай жерде туды, туған жер жазылады. Әкесінің аты, атасының аты, әжесінің аты, анасының аты жазылады. Одан кейін қайтыс болған адамдарда табысылай нетеді де, мағлұмат аламыз да, оның үстіне қандай аурудан қайтыс болды. Кезік дейді, сондай. Ең көп сүзек деген сияқты. Сондай аурулар болды ма сонда? Сондай аурулар болған, жұқпалы аурулар болған, көп кісі қайтыс болып жатады бір уақытта. Сосын соған байланысты дәрі-дәрмек шығара ма, енді қанша дегенмен орыс патшасының өкілінің несінің территориясындағы жерлер бұлар. Осы бүкейліктің несі жақсы сақталған медіркелер. Осы үйленуге сосын қай жерге жерленген жазылады, моласы. Айтқожа, Краснояр деген жерлерге жерленді, сол жерде туды деп жазылады.
Қарайдар деп жазыпты шегі атамызда, бір атамыздың жерленген жерін. Сондай жаңғалаң жерлерінде көптеген метіркелерде кездесті. Енді жер аттары, ескі жер атаулар, ұмытылып қалған жер атаулар да шығады бұдан. Жоқ, анадайлар болды ма? Мысалы, некелескенде мынадай бір түйе, бір баспақ берді деген сияқты. Некелескендердің аты, қыздың руы, жігіттің руы, тайпасы, әкесінің аты, сосын қыздың өзінің аты, қыздың аты, әкесінің аты, анасының аты, руы, тайпасы жазылады. Сосын күні, айы, жылымен неке қиғызған күнінің датысы табылады ол жерден. Сосын уәли уәкіл деген болады, жанашырлар. Қыздың әкесі, немесе көкесі, немесе туған ағасы, уәли уәкіл жанашыр болады. Жігіттің жағынан да сондай бір адам болады. Сосын екі куәгер болады. Екі ер адам да? Екі ер адам куәгер болады. Негізі шариғатта екі ер адам? Екі ер адам кездесті, маған қанша неткенде әйел адам немесе бір ер адам, екі әйел адам да. Сөйтіп не істеп оқиды. Бәрінде де екі ер адам болды, екі жақтың адамдары болды, екеуінде де. Алып қашу, алып атастыру дегендер жазылды ма? Жоқ, ондай жоқ. Ондай жазылған. Ал ажырасу деген қалай болды? Ажырасулар аздау болады. Ажырасуда жаңағы үйленген кезде бір стандартный цифрлар шығады. Ақшамен жаңа қазан деген ауылмен қазір халқымыз жаңа қала деп айтады енді үлкен кісілер. Бер жағында жаңа қазан болып тұр, құжат бойынша айтсақ жаңа қала ауданының ескі орталығы. Сол жермен Орданың жерінде Шаяхмет Тәжиденұлы деген молданың жазбалары маған тап болды. Ақшамен беріледі, мақырдың бәрі ақшамен берілген. Ана жерде Құрбанғали Есетұлы деген кісінің несін аудардым, Байбақтың қынық, қынықтың қырықтық деген бөлімі. Жолай келсе жол өрмес, қырықтықтай сусылдап деген Жолай батырдың ұрпағын өзінің лақап есімі қырықтық атанғаннан Байжігіт, Байкүшік, Бөкенбай, Бәйтерек деген төрт ұлдан тараған ұрпақты қырықтық Байбақтылар деп атайды, қынықтан тарайды. Сол Құрбанғали Есетұлы деген молдасы ақшамен жазған. Мақырлардың бәрі ақшамен берілген. Ал малмен берілгеннің ішінде 60 қой, 16 сиыр, 2 жылқы, 2 түйе. Жоғары мақырлар осылар. Ол қандай себеппен осылай болып шықты белгісіз. Бірнеше адамда осылай жоғары мақырлар. Және тап осының тең жартысы берілгендегі 16 сиыр емес 8 сиыр, 60 қой емес 30 қой, 2 жылқының орнына 1 жылқы, 2 түйенің орнына 1 түйе берілген. Менің әжем айтады, маған 1 түйе берді деп. 1 түйе, сосын 8 ірі қара. Тек 1 түйе берді дейді болды. Бір кісілерде 30 қой берген тек қана осылардан сөйтіп. Келісім бойынша. Жігіттің жағы беделді болса, сол кісімен құда болу үшін кішкене аздау берсе де келсе ме, ынсапты адамдар бар, әлде болмаса қалай енді дүниеге қызық бауда ол жерде рөл ойнауы мүмкін, түрлі жағдайлар себеп болуы мүмкін. Бұл кісіге қазір қалың малды аз берсе де енді жалпы осы текті адаммен құда болайыншы деген сияқты, қызым жақсы жерге бергенші деген сияқты ниеттер болған шығар енді. Қайткенде де келісім бойынша болған ғой. Бір енді мақыр болу керек, жаңағы күйеуі қайтыс болса, сол дүние құнын жоймайтындай зат болып, немесе айналысқа салып, бөлек әйелдің өзінің жеке меншігінде болып тұрса, күйеуі қайтыс болған жағдайларда 4 ай 10 күнге шейін пәтер жалдап, оны ішіп жеу, киімі бәріне жететіндей болу керек. Келесі адамға тұрмысқа шығатындай мүмкіншілік алғанша деген ғой. Біздің қазақ халқында ағайындас халық болғандықтан бізде ағайындар көмектеседі. Сөйтіп 1 жылға шейін созбалайтын нелеріміз, дәстүрлеріміз бар. Сөйтіп барлығы да ол дұрыстыққа шыққан нәрселер ғой. Ажырасқандар кездесті ме жалпы? Ажырасқанда кездеседі, аздап кездеседі. Онда жаңа куәгерлер қол қойып мөр соғады, немесе қол қояды, қолымды қойдым деп. Куәгер болғандар. Мынада да ажырасқандарға тап солай етеді. Сосын куәлер келеді да. Осы талақ деген сөзді естіп куә болдым деп.
куә болдым деп. А, Сосын молда себебі жазылады. Мінез құлқының нашарлығынан деп көбінесе. Күйеуіне бойсұнбағанның кесірінен. Көбінесе себеп осы. Мінез құлқының оғаштықтары көп болғандықтан салдыр салақ күйеуіне бағынбай қарсы шығады, ұрсысып керісу, сондай неге байланысты. Күйеуіне бағынбау және мінезінің жамандығынан деп жазылады көбінесе. Сахих олны деп. Талақ сахих олны деп. Сосын кәдімгі әйелінің де жолдасының да келісімімен сондай болады да, сонда да. Жоқ енді молданың алдында үйленеді, молданың алдында ажырасады. Қазір сот сияқты болып тұр. Иә, молданың алдында ажырасады, сосын соттан қоштаса да қазір ажырасқандар. Иә. Құдай сақтасын. Сөйтіп ол кездегіде аздау болғанмен, бірақ та болған екен. Сосын хулық деген бар. Талақтан бөлек хулық деген бар. Хулықта әйел күнәлі болса, қалың малдың бірнеше бөлігін күйеуіне әйелі төлейді екен. Жаңа алғашқы үйленіп жатқан кезде қалай махрды қайтарып беру емес пе? Иә, махрдың жартысын беру. Иә, ондай бар. Хулықта әйел арыз жазса немесе молдаға шағымданады, әйел келіп қазы қойынды сол жерде. Соттың орны қазы басады, қазының орны қойынды молданың бастығына. Молдаға келіп айтады, мен ажырасқым келеді деп әйел. Әйел бұзғысы келіп тұрған екен енді. Басында күйеуі үйленгісі келіп, бұған қалың мал төледі, енді әйелі күйеуіне төлеп, өзі бұл кісімен тұра алмайтын болғасын, сөйтіп ажырасады. Немесе сонда күнәлі жаса болған үшін. Күнәлі болған үшін және де әйелдің өтінішімен негізі жаңа айттыңыз ғой, ажырасу себебі күйеуіне бағынбаған үшін, сосын нашар мінез құлық болған үшін деп. Негізіне былай қарап тұрсақ, біздер енді оқыдық қой. Оқығанда жалпы шариғатта да, жалпы қалай ол нәрсе меніңше дұрыс емес секілді. Неге десеңіз, әйелді 3 жағдайда ғана талақ ету мысалы болады да, рұқсат. Қалай? Измена дейді ғой. Егер шөп салса, көзіне шөп салса, екінші дініне қарсы шықса, мен дінді қабылдамаймын деп емес, сен дінді қабылдамайсың, сен дінді ұстанбайсың деп қарсы шықса, үшінші ата-анасына қол көтерсе дейді. Ол жағдайдан басқалардың барлығы Құранда мысалы бір жерден аяттан оқып қалып, кәдімгі түк ете түсті ғой. Мына жерім негізінде жалпы әйелің қандай болса да шыдас беру. Айтады, бір мағынасын айтайын, енді тап аяттың тап сөзбе сөз емес. Айтады да, сен әйеліңде қандай жағдай болса да, сен оған кешіріммен қара. Себебі Алла тағала сен ол әйеліңнің, ол жолдасыңның, жарыңның сенің қандай қайыр беріп қойғанын, Алладан қандай жақсылық келетінін білмейсің дейді. Сол жамандық мінез құлқы үшін саған қайыр беруі мүмкін дейді. Біз енді қағаздағы жазылғанды оқып, соны айтамыз. Ол ар жағында басқа мәселелер болуы мүмкін. Енді оның барлығын қозғамай қойық. Осылай етіп жазайық, осылай етіп молданың алдында осылай етіп, сонымен тоқтайық деген сияқты. Ондай да бар ғой. Шешіммен шыққан нәрселер. Мысалға, аты шықпасын деген мақсатта ғой. Жаман затты айтпайтын болған ғой. Дұрыс. Қазір интернетпен жар салып, ол да бар. ойбай өзімен кетсін, айтпа деп, әжелеріміз айтпа деп. Көрші апайлар келіп, нешеден әңгімелерді айтып жатқанда, әжеміз молда оқыған кісі. Ойбай айтпа, айтатын жоқ, ойбай деп Құдайдан қорқып жатады. Ана кісі отқа май тамызағың ба екен, деп жаңағы сосын не қалды деп, нетеме деп ойлайды ғой. Ғана бұрынғы әжелеріміздің деңгейде 1900-дің басында туған әжелер бөлек еді енді. Мен әжем 1906 жылғы дүниеге келген. Әулеттегі нәрсені шығармайды ғой үлкендер. Әулеттегі болған нәрсені, үйдің ішінде болып жатқан нәрсені сыртқа шығармайды ғой. Тырысады сол үшін. Даусыңды айқайласа, даусын жайлап айқайла, көршілер естіп қалады деген секілді ғой. Жақсы тақырып қозғадық. Енді
қалай қазіргі молдалардың, бұрынғы молдалардың қызметтеріне енді жер мен көктей екені көрініп тұр. Себебі қазіргі молдаларда бұл енді кемшілік деуге болмайтын шығар, көбісі мақсаттары сондай ғой. Көп нәрсені білсем деген. Қазіргі оқып жатқан адамдардан тек қана Құран, хадис, ақида саласын терең кіргенмен қоймай, қосымша көп нәрсені білгісі келеді медресе оқығандардың көбісі. Ол демек мақсаттары сондай ертеректегі молдалардың дәрежесіне жету екені көрініп тұр да. Баланы сүндетке отырғанда дәрігерлер атқарады. Емшіліктің барлығын дәрігерлер атқарады. Онан басқа бір емшілер де болуы мүмкін, бірақ халық емшілер. Оларда молда атқармайды ондай жұмыстарды. Жаңағыдай метрге кітап беріп жатқан, метрге тіркеп жатқан молданың құзыретінен алынды қазір. Дүние озған кісіні сондай бюролар бар, өздері атқарады. Онан басқа үйленгендерді ЗАГСке барып тіркеледі. Ажырасқандарды сот ажырастырады. Молдаң жұмысы сөйтіп азайып, бір діни рәсімдерді ғана атқаратын орынға айналып, бірақ сол бар. Неке қиылады, балаға ат қойылады, азан шақырып. Қазіргі сон болып тұр ғой. Қазіргі тілмен айтқанда. Қазірде де азан шақырып ат қойылады. Иә. Өз еркімен ғой қазір, зайырлы мемлекет болғасын. Неке қиғызам дегенде неке қиылады. Қайтыс болған адамдардың бәрі жаназасы оқылмай кетіп жатқан жоқ. Бәрінде жаназасы оқылып жатыр. Енді сол жұмыстар атқарылып жатыр ғой. Бірақ анау мемлекеттік деңгейде, құжаттық деңгейде емес та. Архивке түсіп ол сөйтіп сақталып жатыр. Архивтен алып оқып отырық қой бізде қазір. Уфаның архивінен, Астраханның архивінен. Әлі бар ма? Әлі ашылу керек архивтер бар ма? Мұрағаттар. Көп қой енді, өте көп қой. Жақсы, рахмет. Таң атады, күн батады. Біздер медресеге алғашында оқуға кіргенде айтатын ұстазымыз былай деді: сендер білім алуға келдіңдер, басқа нәрсеге қарамаңдар. Мысалға, жаңа мына мағынада ұстаздың, молданың айтқанын істе, қылғанын қылма дейді. Сен ұстаздың бір кемшілігін көрмеуге тырыс дейді. Сонда сен алған ілімің болады дейді. Сол ғой. Кемшілігін көрмеуге. Көрдің, көрсең де ешкімге айтпауға, өзіңе ұстауға тырыс дейді. Ал көріп, оны анаған айтып, бұл ұстаз ғой, ол бүйтіп жүр ғой, ол бүйтіп айтты, олай болмайды ғой дедің, демек алған білім болмайды дейді. Сол нәрсені бәрімізге, жаңағы қатар группаластарымызға, бәрімізге кәдімгі қалай тиді да сол әңгіме. 3 жыл бойы сол нәрсені ұстап келдік қой. Ұстаздың қандай да бір кемшіліктері, қандай да бір қателіктер болса көз жұма қарау. Біздің мақсат ілім алу, ол нәрсенің білгенін алу болды. Себебі молданың істе айтқанын қылғанын қылма дегені, ұстаздың істе айтқанын қылғанын қылма дегені. Себебі молданың қылар хақ үшін құлшылықтары көп еді. Айтқанын істеу бұлжытпай, дүниеде қайыр береді. Өйткені оның көмегі ақыретте де береді, о дүниеде де береді. Құлшылықтарын дәл мұндай көтере алмайсың себебі дейді. Бұл балаға айтқан өсиет. Сондықтан да ниетті дұрыстайық, қалайық. Қош, сау болыңыздар.